Сәлем достар, бүгін шие қосылған брауни чизкейк пирогын дайындаймыз. Өте дәмді, ерекше әдемі пирог. Шоколад жақсы көретін жандарға өте қатты ұнайды. Ең алдымен сары май мен шоколадты бірге ерітіп аламыз. Микроволновкада немесе мен секілді водяной баняда ерітсеңіз болады. Микроволновкада ерітетін болсаңыз, бір ыдысқа май мен шоколадты салып, әр 10 секунд сайын шығарып, араластырып, қайта салып тұрып еріту керек. Микроволновка пешіне салып 1 минутқа қойып кетіп қалуға болмайды, шоколад күйіп кетеді, жарамай қалады, немесе қатты ысып кетіп, жарамай қалуы мүмкін. Водяной баняда ерітетін болсаңыз, ыдысқа су тимей тұру керек. Міне осылай толық еруі қажет. Енді басқа ыдыста жұмыртқа, тұз және қантты салып, венчикпен біріктіріп араластырып аламыз. Енді ерігер шоколадты қосып, тағы араластырамыз. Ең соңында електен өткізілген ұн мен какао ұнтағын қосамыз да тағы араластырып аламыз. Менде Малайзия какаосы кондитерлік дүкендерде сатады. Өте сапалы какао, дәмді, әрі түсі өте қою болып шығады. Міне осындай бір келкі масса болғанша араластыруымыз қажет. Міне осылай тез-ақ дайын болды. Енді сүзбелі салмасына сүзбе, жұмыртқа, қант, ванильді қант қосып, блендермен бір келкі болғанға дейін езіп аламыз. Енді кондитерлік қалтаға сүзбелі салманы салып дайындап қоямыз. Пісіруге кез келген форма болады, бірақ кішірек форма болғаны жақсырақ, себебі солай пирог биігірек болады. Менде домалақ 18 диаметрлік форма, астын фольгамен жауып алдым. Брауни қамырын құйып, үстін тегістеп аламыз. Енді сүзбелі салманы видеода көрсетілгендей етіп, браунидің әр жеріне сығып, орысша айтқанда отсаживать етіп аламыз. Мен тағы үстіне мұздатылған шиелерді орналастырдым. Кейбіреулерін ішіне қарай басып орналастырып шықтым. Енді алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут пісіріп аламыз. Піскен пирог кішкене көтеріледі, жарылады және саусақпен үстінен басып көргенде кіріп кетпей, осылай тез-ақ қалпына келуі керек. Егер саусақпен басқанда басқан жеріңіз ішке қарай кіріп кетсе, әлі піскен жоқ деген сөз. Мен жылыдай жақсы көремін, сол үшін жарты сағаттай бөлме температурасында суытып, бірден формадан босаттым. Алдымен жайлап, фольгасын алып тастап, кейін жұқа кішкентай пышақтың көмегімен пирогтың шетінен жүріп өтіп, формадан босатып алдым. Міне осындай әдемі, жұмсақ, тәп-тәтті, дәмі тіл үйіретін пирогымыз дайын. Қараңыздаршы, мынау разрез деген енді керемет қой, өте әдемі пирог болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Және де ескерту айта кетейін, тоңазытқышта тұрған соң пирог қатты болып қалады. Егер олай ұнамаса, жай ғана алдын ала шығарып қойыңыз, пирог жылып, қайтадан жұмсарады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнаса лайк басып, тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Және де туыстарыңызбен де бөлісіп отырыңыз.